ертегіде әсем орманның бірінде кішкентай піл бар еді. Оның аты Боташ еді. Бұл орман өте ерекше жер болатын, ағаштар өз тілдерінде сыбырлап, бұлақтар әуен шырқап, жел самалынан ертегілер естілетін. Боташ өте зерек болатын, әр күні ол үшін жаңа бір ғажайыптарға толы болатын. Боташ ата-анасымен орманның шетінде, үлкен әрі тұнық көлдің жанында өмір сүрді. Әр күнгі әдетінде, ол орман аралап, әртүрлі аңдармен кездесті, және әрдайым бір жаңа, қызықты нәрсе тауып жүретін. Бірақ ол суды бәрінен де артық жақсы көретін. Көлдің жағасында отырып, судың бетіне түскен аспанды тамашалап, балықтардың шоршып ойнағанын тыңдағанды ұнататын. Бір күні, ыстық күндердің бірінде, Боташ көлдің жағасында отырып, не істесе екен деп ойлады. Ол бақалардың суда шоршып ойнап жүргенін көріп, кенеттен жаңа нәрсені байқап көргісі келді. Қызық, мен де сонда қызықты бір нәрсе істей аламын ба екен, деп ойланды Боташ. Сол кезде ол суға қарап, өзінің ұзын тұмсығын суға батырып көрді. Суды ішіне тартып алып, тұмсығын жоғары көтергенде, ол суда ауаға шашырата алатынын түсінді. Алғашқыда ол суды аз ғана шашыратып көрді, ал кішкентай су тамшылар аспанға көтеріліп, қайтадан көлге тамды. Боташ таңданып, қуанды. Олбай, мен де бақалар сылақты шашырата алады екенмін, деп қуанды ол. Бірақ бұл оның табыстарының тек бастамасы ғана еді. Әр рет сағын ол тұмсығына көбірек су жинап, суда алысқа шашырата берді. Су тамшылары ауада үлкен тамшыларға айналып, көлге қайтадан күлкілі дыбыстармен түсіп жатты. Боташ шексіз мәз болды. Сол кезде маңайдан мағмылдар өтіп бара жатты. Боташтың қалай ойнап жатқанын көріп, олар да оған қосылуға шешім қабылдады. «Әй, Боташ, біз де сенімен ойнасақ бола ма?» деп айқайлады мағмылдар ағаштардың басынан. «Әрине», деп қуанып жауап берді Боташ. «Қараңдар, мен не істей аламын?» Ол қайтадан су жинап, суда аспанға шашыратып, нағыз су бұрқағын жасады. Мағмылдар судың астында секіріп, тамшыларды ұстап, мәз-мейрам болды. Көп ұзамай, оларға қонандар қосылды, олар да жағалауда секіріп жүрді, тіпті үнемі сақтанып жүретін кірпі мен кірпік те суға түсуге бел буды. Сол күні ешкім қуанышты бөлісуден қалыс қалмады. Осылайша, күн бойы орман күлкі мен қуанышқа толы болды. Күн көкжиектен бата бастағанда, аңдар үйлеріне қайту керектігін түсінді. Олар Боташқа керемет күн үшін алғыс айтып, қоштасты. Бірақ бұл Боташтың бастан кешкен шытырман оқиғаларының соңғысы емес еді. Келесі күні ол тағы да бір жаңа нәрсені байқап көруді шешті. Ол ойланып, кемпір қосақты жасауға тырысып көрсем қалай болар екен, деді. Ол бір күні жаңбырдан кейін кемпір қосақты көргенін есіне алды. Әрине кемпір қосақ су арқылы күн сәулесі өткенде пайда болады, деп ойлады Боташ. Ол күннің жоғары көтерілгенін күтіп, қайтадан сумен ойнай бастады. Ол тұмсығын жоғары көтеріп, суды шашып жіберді, су тамшылары күн сәулесіне түсіп, кішкентай кемпір қосақ пайда болды. Бастапқыда ойы әлсіз еді, бірақ Боташ көбірек су шашқанда, кемпір қосақ жарқырап, үлкенірек болды. Боташ қатты қуанды. Ол тағы да достарын шақырып, бәрі жиналып, Боташ жасаған сиқырлы кемпір қосақты тамашалады. Содан бері, орманның барлық аңдары Боташты тек су бұрқақтарын жасаушы ғана емес, нағыз сиқыршы ретінде таныды. Әр кезде көлдің үстінде кемпір қосақ пайда болғанда, барлығы оның Боташтың тағы да ойнап, достарымен қуаныш бөлісіп жатқанын білді. Күндер,
Апталар өте берді. Боташ сумен бірге жаңа орындарды оғлап тапты, ал оның достары әрқашан оның орнына қуана қосылатын. Олар су ағымдарын бұрып ойнады, суға жасырынып, тіпті суды шашырату жарыстарын ұйымдастырды. Бір күні, күз келген кезде, көлдің суы салқында бастады, ал Боташтың достары судан аулақ жүре бастады. Енді олар суға түспеу, күннің соңғы жылы шуақтарында жылынуды жөн көрді. Боташ суық түскенде жалғыз қалды. Көлдің жиегінде отырды да, жазғы күндерді еске алды, орман күлкіге толы болатын кездерді. Енді оның орындары ешкімді қуантпайды деп ойлады да, орманға қарап кетті. Орманды аралап жүргенде, ол баяу жүріп бара жатқан қарт тасбақаны кездестірді. «Неге мұнша мұңардың, Боташ?» деп сұрады тасбаққа. «Менің судағы отындарым бәріне ұнастың еді, бірақ қазір күн салқындап, ешкім менімен ойнағысы келмеді», деп жауап берді Боташ. «Уайымдама», деді тасбаққа. «Әр маусым өз қуанышын әкеледі. Жазда суға көңіл бөлсек, күзде басқа да қызықты нәрселерді табуға болады. Ең бастысы өз қуанышыңды жоғалтпа, оны басқалармен бөлісу». Тасбақаның сөздеріне ойланған Боташ, достарын қуантатын жаңа орындарды іздеп көруді шешті. Көлге қайта оралған кезде, ол ағаштардың жапырақтары түсіп, ауада қалықтап жүргенін байқады. «Неге біз жапырақтармен ойнамаймыз?» деп ойлады ол. Келесі күні Боташ барлық достарын көлдің жанына шақырып, күзгі хоровод деп аталатын жаңа орынды ұсынды. Олар жапырақтарды жоғары лақтырып, солардың арасынан бөлеп, кішігірім үшіктер жасады. Жел де, өз әдетінше, оларға қосылып, жапырақтарды көтеріп, нағыз жапырақ жауынын жасады. Енді әр күн орманның жағасында жаңа оқиғалармен өтетін болды, ал Боташ пен достары әр сәттен ләззат алды. Олар қуанышты барлық жерде табуға болатынын түсінді. Жаздың шуақты күндерінде, күздің алтын жапырақтарында, қыстың ақ қарында және көктемнің жаңа гүлдерінде. Қыс та келді. Жел суытып, көл бетін мұз басты. Ағаштар соңғы жапырақтарын төгіп, орман тыныштықпен ақ қарға оранды. Бірақ Боташ сол суық күндерде де өмірден қуаныш таба білетін. Ол әрдайым достарына қалай шаттануға болатынын көрсетті. Бір күні, жерге аппақ қар жауған кезде, Боташ серуендеуге шықты. Айнала тым-тырыс, ал орманда бұрынғыдар күлкі естілмейтін. Сол кезде ол ағаштардың арасынан досы Қоданшақты көрді. «Сәлем, Боташ», деп қуана айқайлады Қоданшақ, қар үйіндісінен секіріп шығып. «Бүгін қар сонда жұмсақ және ап. Кел, бірге ойнайық». Боташ досын көргеніне қуанып, қысқы орманда ойнаудың жаңа жолдарын ойлады. Оның ойына бір кереметі де әкелді. «Қоданшақ, қардан бірдеңе жасасақ қалай болады?» деп ұсынды Боташ. «Қардан? Бірақ не жасамыз?» деп таңғалды Қоданшақ. Боташ күзде жапырақтардан жасаған үшіктерін есіне түсіріп, «Қардан үшік жасалық», деп ұсынды. Қоданшақ қуана секіріп, «Еға, керемет идея. Қазірден бастап кірісейік», деді. Екі үлкен қар домалақтарын жасап, оларды бір-біріне қойып, қардан үшік тұрғыза бастады. Боташ өзінің тұмсығымен үлкен қар түйірлерін жылдам домалатып, ал Қоданшақ оларды бір-біріне қосып, нығыздап тұрды. Бірте-бірте қардан үшік пішінге еніп, олар мықты қабырғалар мен кішкентай терезелер жасады, тіпті қардан төбесінде салды. «Қарашы, біз қандай керемет үшік жасадық», деп мақтанышпен айтты Боташ, үшіктерін қарап. Бірақ Қоданшақ бір нәрсенің жетіспейтінін байқады.
Ал есік қайда? Біз қала ішіне кіреміз, деп сұрады ол. Боташ ойланып қалды. Ол өз тұмсығымен кесікті жасап алар еді, бірақ бұл өлдің бір қабырғасын бұзуға тура келетінін білді. Сондықтан ол есік орнына арка жасауды шешті. Өте ұқыпты түрде, қабырғаны бұзбақ, ол тұмсығымен қарды онып, әдемі арка жасады. Арка дайын болғанда, Боташ пен Қуаншақ өлдің ішіне кірді. Өлдің ішінде өте жылы әрі тыныш болды. Сырттағы қардың дауылының дыбысы ішке кірме, үйшікке жайлы атмосфера орнады. Бұл ең керемет қысқы үйшік болды, деп таңданды Қуаншақ. Боташ досының қуанышына қуанды, бірақ оның қығалы одан әрі дамып, жаңа идеяны тудырды. Қуаншақ, тағы бір нәрсе жасайық. Біз үйшігімізді безендірелік. Қардан түрлі мүсіндер жасап, оларды айналасына қойайық, деді. Олар қайтадан сыртқа шығып, әртүрлі мүсіндерді жасауға кірісті. Қардан жасалған кішкентай аңдар, ағаштар және тіпті қар төбешіктері. Қар жұмсақ әрі оңайленетін болғандықтан, олардың әрбір жаңа мүсіні бұрынғыдан да жақсы шықты. Көп ұзамай оларға басқа достары да қосылды. Қырғауыл мен кірпік, түлкі бала мен тіпті дана қарт таспаққа да келді. Барлығы бірге қардан үйшікті және оның айналасын безендірді. Орман қуанышқа толды. Қардан жасалған үйшік айналасында әдемі қар мүсіндер тұрды. Ал олардың жанында күліп ойнап жүрген достарды көргенде, Боташ шексіз бақытты болды. Сол сәтте күн батып бастады, ал орман көкжиекте қызыл-сары түске боялды. Барлық аңдар қардан үйшік маңына жиналып, қолдарымен жасаған жұмыстарын мақтанышпен тамашалады. Салқын жел қардың үстінен ұшып, айналаны тып-тыныш еді, ал барлық достарымыздағы таза ауа мен қысқы орманның керемет сәтінен ләззат алды. Бұл менің өмірімдегі ең керемет қыс болды, деп таңданысын білдірді Қуаншақ, өзінің қардан жасаған мүсінін қарап. Ең маңыздысы не істегеніміз емес, кіммен істегеніміз. Біз бірге болсақ, әр күніміз сиқырлы бола алады, деп жауап берді Боташ, күлімдеп. Барлық аңдар оған қосылып, қыс олардың сүйікті мезгіліне арналатынын түсінді. Өйткені Боташтың қуанышты іздеудегі шығармашылық қабілеті арқасында, тіпті суық қыс күндері де жылы әрі көңілді өтті. Қыс өтіп, көктемнің алғашқы белгілері пайда бола бастаған кезде, қардан жасалған үйшік пен мүсіндер ери бастады. Бірақ олар орман тұрғындарының есінде мәңгі қалды. Боташ болса, әрдайым достарына жаңа ойындар мен қызықты оқиғалар ұсынудан жалықпады. Олар мезгілден ерекше бір ғажайыпты таба білді. Көктем келгенде, Боташ алда қандай жаңа оқиғалар күтіп тұрғанын ойлап, алдағы күндерді асыға күтті. Себебі, айналадағы әлем ғажайыптарға толы еді, ал Боташ оның әрбір сәтін қуанышпен қарсы алатынын білді.